Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді тағам дайындайтын боламыз. Әртүрлі гарнирмен балаларға да үлкен адамдарға да өте қатты ұнайды. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картоплымызды жуып тазалап, осылай бірнеше бөлшектерге бөліп пісіретін боламыз. Сонда картоп тез пісетін болады. Үстінен су құйып, кішкене тұз салып, бетін жауып пісіретін боламыз. Енді табамызға сары май немесе пісте май құйсаңыздар да болады. Сары май қолдансаңыздар осылай кішкене ертіп аламыз. Күрішімізді жуып тазалап, осылай табамызға салып, жақсылап қуыратын боламыз. Кішкене ғана қуырасыздар. Осылайды жылдам-жылдам қуырамыз, жабыс қалмау үшін. Сонда біздің күрішіміз жабыспай, езілмей, дана-дана болып, өте әдемі болып піседі. Сары маймен өте дәмді болып шығады. Қуырып болғаннан кейін үстінен су құйып, тұз салып, бетін жауып пісіретін боламыз. Енді келесі ыдысымызға гречка салып, жуып тазалап, үстіне су құйып, тұз салып, бұны да пісіретін боламыз. Гречкамыз өте тез піседі. Ең соңында подливын дайындайтын боламыз. Мен тауық етін қолдандым. Өзіңізге ұнаған етті қолданып, осылай пияз, сәбізді видеода көрсетілгендей турап, пиязымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Және де чеснок қоссаңыздар болады, өте ерекше дәм береді. Қызыл, жасыл, тәтті бұрыштарды да қолдансаңыздар болады. Мен үйде бар заттармен жасадым. Пиязымыз осылай сарғайып қуырған кейін үстінен тауық етін салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң сәбіз чесногымызды салып, тағы да кішкене ғана қуыратын боламыз. Осы тамақтың барлығын пісіруге 1 сағат уақыт қана кетті. Өте оңай дайындалады. 1 ас қасық томатымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді суымызды құятын боламыз. Су кішкене көбірек құямыз. Суы тартылып қалады. Подливтің суы болған дұрыс, өйткені біздің тамағымыз құрғақ. Кішкене су құйсақ дәмді болады. Тұзымызды өзіңізге ұнаған приправа қолдансаңыздар болады. Енді бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Біздің күрішіміз пісті, осылай езілмей, дана-дана болып. Картоплымызды пісті, гречкада картопты езіп, қазір пюре жасайтын боламыз. Подливіміз піскенше картопты осылай жақсылап езіп аласыздар. Мен кішкене сары май қостым. Сүт қоссаңыздар да болады. Енді күрішімізді осылай пиалайға салып, жақсылап басып, тығыз етіп жасап аласыздар. Тарелкамызды осылай кішкене ғана жұлқылап түсіретін боламыз. Гречкамызды саламыз. Пюремізді салатын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Барлығын дәмін бір көріп аласыздар. Тұзы аз болса қосып, араластырып жіберіңіздер. Тарелкаға салмай жатып, біздің подливіміз де дайын. Подливті осылай бетіне немесе жанына құйсаңыздар болады. Содан соң барлығының бетіне осылай қалауларыңыз бойынша майонез, кетчуп қолданасыздар. Сәндік үшін огурцы, помидор қолдануға да болады. Енді кетчупымызды себетін боламыз.
Біздің тағам дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Баршаларыңызға ас болсын. Өте дәмді болды.